Бастамастан бұрын сіздерге достар Кан27 деген арнаны ұсынғым келіп отыр. Бұл арнада сіздер Майнкрафттан өте сапалы контент көре аласыздар. Каналында 210 подписчик бар. Видеосына кіріп лайк басып кетейік. 100 күн выживания деген видеосына кіреді. Мына лайк басыңыздар да астына комментарий жазып кетіңіздер. Топ деп жазып кетіңіздер комментариясын, сосын Диастан келдім деп жазып кетуді ұмытпаңыздар. Так. Каналына подписаться ету үшін осы қызыл подписаться деген кнопканы басамыз. Сұрғыламыз және жанынан шыққан колокольчикке басамыз. Болды, все, болды, сау болыңыздар. Видео көріңіздер. Достар, сіздермен бірге мен Диас, және бүгін біздер деген киіз үйімді көрсететін боламыз сіздерге. Біріншіден, наурыздарыңызбен құттықтаймын, қазақтың жаңа жылымен құттықтаймын сіздерді. Екіншіден, наурыз ерте берейік. Так, достар, келесі видеодан YouTube хаусқа обзор түсірем, күтіңіздер. Ал енді біз деген қазір киіз үйімді көрсететін болғам. Бірінші сыртынан бастайық. Бірінші сыртына осындай бізде қазан ұқсаймақ, соны білмеймін. Астына от жанып тұр мынаяқта. Енді мынаяқта деген қазақтың ұлттық жануары, жеті қазынаның бірі жылқы. Енді бұл жылқыға ат қою керек. Сіздер комментария жазып кетіңіздер қандай ат қоюға болады екен. Сырты осындай, достар. Ұнаса лайкты аямай басып кетейік. Төбесінде мынау оқ, шаңырақ. Ал енді ішіне ауысатын болсақ. Так, достар, ішіне кірмей тұрып сіздер лайк басамыз, подписаться жасаймыз. Ұмытпаймыз. Так, ішіне кірген кезде бізде бірінші сауыт күтіп алады. Төбеге қарайтын болсақ бізде кілем. Енді кілемге ұқсамайтын жер, бірақ мен үшін солай істедім. Енді мына жерде бізде стол, бұл жерде деген ақындар өздерінің өлеңдерін жазады, сөйтеді дегеннен. Мына жерде біздің палуан ұйықтайды. Мына жерде балта, қылыш тұр. Мына жерде енді сабақ оқитын жер, мынау кілем тағы да. Мына жерде енді сабақ оқитын жер тағы. Ой, жоқ, кітап оқитын жер. Мына жерде енді біздің палуан өзінің қылышын жасай алады, бәрін жасайды, және сундықтан сала салады. Мұнан ішіне бізде қазақтың ұлттық сусыны қымыз бар. Енді бұл қымыз мен достар, бұл менің үшін солай істедім. Типа қымыз да енді достар. Так, мынау деген кілем тағы да. Мына жерде деген жеміс жидек, сондай мұндай. Мына жерде бізде ет, мына жерде сүт. Енді мына жерде деген тамақ ішуге болады, мына жерде отырасың. Мынау көрпешелер, мынау деген қазақша стол. Осы жерде отырып тамағын ішесің, бүйтесің, шай ішесің. Мынау енді бұрынғы заманда пеш болмаған, сондықтан үйлерін осылай жылытқан осындай не аты? Костермен жылытқан, короче. Енді толығымен таныстыратын болсақ, мына жерде біздің сауыт. Соғысқа киеді, бұны бәрін істейді. Мына жерде бізде жарық. Жарық бұндай болмаған жер кезінде енді. Енді бірақ тұра берсін, жарасып тұр. Мына жерге отырып аласың да. Ақындық өнерімді көрсетейін сіздерге қазір, достар. Тайналдыруға болады екен ғой. Отырып алайық. Ақын қазір өлең жазамын мен. Деп ойнайтын, достар, мен ақын емеспін, мен ютубермін. Так, мынау енді палуан ұйықтайды, ұйқысын қандырады. Соғыстан шаршап келсе енді. Мына жерде бізде шкаф. Ешқайсысы ашылмайды. Негізі ашылады просто. Бұстақ, өзі ана ашылады. Енді қайта орнына қойық. Так, енді деген мынаяқта отырасың,
кітап оқисың, жазу жазасың, бәрін істеуге болады. Енді осылай, төбеде шаңырақ. Егерде мына жерге бу қатты жиналып қалса, аша саламыз. Булар келеді төбеге, көрдіңіздер ме? Мына жерде жарық бізде осындай. Мына жерде бізде алма, сондай жемістің 4 түрі. Енді алма, алмұрт, мынау не екенін білмеймін. Так. Енді күйзе осы сыртына келетін болсақ, сыртында мына қазан сопа. Үшін достар, сыртын енді осылай жасадым. Сырты егерде ұнаса лайк басып кетейік. Төбесі енді сіздерге ұнады деп ойлаймын. Мен өзіме, сіздерді білмеймін, өзіме ұнады әйтеуір. Жақсы шықты деп ойлаймын, өте керемет деп ойлаймын. Так, біздер деген енді деген не істеуіміз керек? Қылыш істейік. Қылышқа бізде деген не керек? Теңбе, палка керек. Біз қылышымызды істеп алайық. Bunu dediğimde sağlamızda şöyle kapsayımız. Videomuzda şöyle kılıç diye yazıp koyuyoruz. Sport. Şimdi bunu karımıza üst kılıç deyip durup koyuyoruz. Oluşturmayıp basak. Bunakta енді ауыл бар. Бұл ауылда деген заттар бар. Егер осы менің тоқаусыма және де тағы басқаларға толық обзор көргілеріңіз келсе, осы видеоға 20 лайк жинапса, осы видеоға сол кезде келесі видеоны шығаратын боламын. Ал сіздерге мынау күйіз үйім ұнады деп ойлаймын. Ұнаса лайк таямай басамыз, каналға жазыламыз. Сіздермен бірге болған мен Диас. Сау саламат болыңыз.